16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Менің мемлекеттік айыптаушым Жармахан Тұяқбаев болды. 11 жыл сұрады мен, қателеспесем. Соттың төрағасы Кенжебаев деген болды. Марқұм болып кетті. Енді біріншісінен бастап айтайын. Сол